Қайырлы күн достар. Бүгін фасоль мен көкөністер қосып, өте дәмді салат дайындайтын боламыз. Фасоль бұл жұғымды әрі дәмді тағам. Дәрумендерге бай, ақуызы адам ағзасына оңай сіңеді. Құрамында калория мөлшері аз, бұл дұрыс тамақтанғысы келетіндер үшін таптырмас тағам. Фасольдан дайындайтын тағамдарды өзім қайнатып қосқанды ұнатамын. Консервідегі фасольді көбіне қолданбаймын. Фасольден тағам дайындардың алдында бір күн бұрын жадар алдында қажетті мөлшердегі фасольді суға салып қоям, немесе сол күні жуылған фасольді салқын суға салып 30 минуттай бетін жауып қоямын. Сол сумен бірге отқа қойып, қайнаған уақытта бір шымшым сода қосамын. Әрі қарай 1 сағаттай жай отқа қойып пісіремін. Қазір дайындайтын салатымыз пайдалы әрі жеңіл. Салатқа фасолімен бірге туралған сәбіз, салат жапырақтары, редиска, укроп, қызанақ қосылады. Қайнатылып дайын болған фасольдің үстінен корей салаты тәрізді туралған сәбізді салып араластырамыз. Содан соң редиска, укроп, салат жапырақтары, қызанақты саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Сосын 2 ас қасық қаймақ пен апельсиннің жартысын турап қосамыз. Барлығын араластырып, тарелкаға салып ұсынамыз. Міне достар, өте керемет, дәмді, ерекше салат дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің ерекше рецепттерімнің бірі. Видеоны аяғына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.